Ассалаумағалейкум. Бүгін біз Каспий кредит қосымшасы арқылы Каспий Голд картасына карта нөмірісіз тек қана телефон нөмірі арқылы ақша аударуды үйрететін боламыз. Ол үшін ақша аудару деген жерге кіреміз. Перевод. Мына жерде клиенту Каспий деген бар. Басынан санағанда сол жағында екінші тетікті басамыз. Мына жағына қарасаңыз, оң жағына жазсаңыз, по номеру телефона деп тұр. Енді орысшам жақсы емес, бір түсініңіздер. Мына жерге қарсы жақтың осы Каспий Голд тіркеген телефон нөмірін жазсақ болды. Оның карта нөмірі бізге қажет емес. Осылай да аударуға болады. 15 мың аударайық. Енді көк тетікті басамыз, мына жердегі аудару деген. Мына жерде барлығын көрсетеді. Аты дұрыс па, дұрыс емес па, соған көңіл бөліңіздер. Өйткені қате аударылып кетуі мүмкін. Телефон нөмірдің бір цифры қате болса, қате болып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде нөмірді дұрыс жазайық. Мына жерде аударатын сомалардың бәрін көрсетті, комиссия жоқ. Көк тетікті басамыз енді. Енді SMS келеді. Не келді? 30-12. Аударым сәтті болды. Сіздермен болған Талғамсыз каналы. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар және WhatsApp группаларына, бүкіл әлеуметтік желілерге салыңыздар. Өйткені бұндай қарапайым білімдер көп адам біле бермейді. Біз барлығымыз біліп тұрсақ, біз барлығымыз цифрлық сауатымыз жоғары болатын болса, ұлт көркейеді, мемлекет дамиды. Егер бәріміз тек қана әншілердің, күйшілердің видеосын, аудиосын тыңдап жүрген болсақ, одан келер кетер жоқ. Өйткені ол бізді надандастырмаса, бізді білімді етпейді. Бізде осы өнер саласы деп айтатынымыз, ән айту, өзі сондай саланы өнер саласы дейміз да, ал енді біз осы IT саласына қатысты мамандарды, ғалымдарды, бүкіл физика, химия саласындағы адамдарды өнер деп қатты айтып кетпейміз да, қатты жарнамалап кетпейміз. Сондықтан болар бізде ондай мамандар өте тапшы, жоқтың қасы. Бізде не көп әнші көп, не көп роман жазатын жазушылар көп. Солардың біздің ұлтқа бір титтейдей пайда әкелетіні өте азау, жоқтың қасы. Ал пайда әкелетін нәрселерді біз жарнамасын жасамаймыз, біз оны көрмейміз, біз оны естімейміз. Мен бұл жерде өзімді сіздерге насихаттайын деп отырған жоқпын. Жалпы бүкіл қазақтың IT әлемі бір тысқары дүние болып тұр. Ешкімнің назарында жоқ дүние болып тұр. Оны назарға ілу, оны дамыту, оны өз деңгейінде қою сізбен біздің жұмыс жасауымызда. Яғни осындай білім бар екен, қазақ тілді аудитория бар екен, сіз көп адамға көрсетсаңыз, бүкіл әлеуметтік желіде тарқатасаңыз, және өзіңіз үйрене алсаңыз, міне бұдан нәтиже болады. Сондықтан қандай да бір IT-ға қатысты білімдер болсын, мейлі сайтта болсын, мейлі ютубта болсын, мейлі басқа әлеуметтік желіде болсын, оны бөлісіп, тарқатып, басқа да қандастардың білуіне жол ашыңыздар. Сонда ғана біздің цифрлық сауатымыз жоғарылайды.